Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге 3D слайд жасауды үйрететін боламын. Ол үшін кез келген браузерге кірмеңіз деп жазамыз. Міне бірінші бөліміне өтеміз. Осы жерде, мына жерде көрсетіп тұр. Создавайте дополнительные презентации. Біз бұл жерде кіріп қолдану үшін бірінші регистрация жасауымыз керек. Зарегистрироваться басып, email арқылы код қойып жасауға болады, немесе Google аккаунтпен кіруге. Мен Google аккаунтпен кіремін. Разрешить деп басып, осындай терезеге кіретін боламыз. Мінекей дашборд деген бұл жалпы терезе. Осы жерде презентация, веб-сайт, тренингтер жасауға болады. Негізгі терезесі осы, бізге ең керектісі мына презентация бөлімі. Презентацияны мына жерде бизнеске, білімге, өмірге, маркетингке, саудаға, осы жерде көптеген түрлері бар. Веб-сайт, блог түрінде, альбом, квиз түрінде, және бұл жерде фильтрлеріне дейін бар. Бізге қазір керек презентация, білім саласының третьесі керек, оны осылай таңдау арқылы. Мына жерде education, presentation, education, третье. Мінекей мына жерде пустой бланк бар, өзіңіз жасасаңыздар да болады. Мына жерде Office Tour, Sales Report, бизнес планы, әртүрлі тақырыптарда берілген. Мінекей көріп шықсаңыздар болады. Галереяны, яғни 3D-да осы нелерді көріп жасау арқылы презентацияны жасауға болады. Мына жерде мен education саласына мына жерде келдік. Осы жерде E-Learning, Global Virtual School деген нелері бар. Біз Virtual School'ды көрейік. Егер сізге ағылшынша түсінбесе, мына жоғарыдан тілін ауыстырып алуға болады. Мен енді edit деп Virtual School'ды өзіміздің қалауымызша өзгертіп қалайық. Мінекей, осыны кірдік тақтаға. Мінекей, кәдімгі негізі PowerPoint-ты білетін ұстаздарға да өте оңай болады. Мына жерде дайын PDF вариантымызды немесе PDF варианттағы немесе PowerPoint-тағы слайдымызды импорттап қойсаңыз да болады, немесе өзіңіз жазсаңыз да болады. Мына жерде Virtual School дегенде өзгертейік, яғни бұл жерде сіз бір сабағыңызда болсын, немесе белгілі бір слайдта тақырыпта жазып бересіз, яғни бірінші өзіңіз туралы, мектебіңіз туралы жазасыз. Яғни Virtual School'ды өзгертеміз. School гимназия Филти Авто енді осының түсін, светін, размерін мына жерден өзгертуге болады. Мінекей жоғарыда тұрған бойынша түсін алайық. Мысалға бізге қара ыңғайлы деп ойлаймын. Мына жерде жирный, курсивный деген бар. Асылған жирный ала берейік, ортада тұрады. Енді мына жерде размерін осылай басу арқылы кішіретуге болады. Мінекей осы кішіретуге бізге жетеді. School gymnasium. Мама филти, мен тұрсын. Так, осылай көрініп тұрады. Мына жерде суретті фонды өзгерсеңіз болады. Өзіңіздікін қоятын болсаңыз, мына жерде немесе Facebook, Instagram'дан, Google Search'тан немесе мына жерде арнайы қажетті сөзді жазу, кірт сөзді жазу арқылы іздеп көрейік. School'ға байланысты неше түрлісін береді, сіз өзіңізге керектісін алсаңыз болады. Бірінші тұрған алайық, School деген осы сурет қала берсін. Мына жерде тақырыбын жазсаңыз болады. Мен мысалы Gamification деген тақырыпта Gamification осыны қалдырсақ болады. Бұнда осылай тақырып бірінші тектегі болып саналады. Бұл жерде жоғарыдағы тақталарды тақтап кетейін. Назад, наперед, копий деген копировать, ставить, удалить, сохранить, скачать и поделиться деген сөздер бар. Мына жерде image деген жаңағы сурет қоюдың түрлерінің, медиа деген мына жерде YouTube-тан қоятын болсаңыз, мына жерде сілтемені әкеліп қойсаңыз болады. Shape деген осындай бір форма, яғни кез келген форманы қолдануыңызға болады. Егер осы жерде бір идеяны қосып қойып, ар жақ қарай идея жазып қойсаңыз болады. Немесе сөйлеп тұрған адамдікін қоятын болсаңыз, аудио бар деген сөз беріп қоятын болсаңыз. Смайликтің түрлері бар.
шегені скрепканың түрлері бар. Мен осылай қою арқылы сіз слайдыңызды әрлей аласыз. Сізге бірінші бетке қазір қажет емес, немесе мынаны қояды, яғни басты беттегі белгілерін алып, осыны басу арқылы шешуге болады, ұшынан апарып қысқартып үлгеруге болады. Бізге бұны қысқартып мына бұрышқа қоя салған дұрыс деп ойлаймын, өстіп қоя тұрайық. Одан кейін келесі нелерге өтетін болсақ, мына жерде комментарий қосып қоюға болады, яғни слайдты сіз бөліскеннен кейін кез келген адам өзінің комментарийін жазуға болады. Немесе мына жерде сол файлды өзгертуге болады, немесе скачать етіп басқа жерге сақтауға болады. Ал мынау бізде слайдтың түрін клетка қылып көрсетуі мүмкін, немесе кәдімгі слайд қылып көрсетуі мүмкін. Яғни клетка қылып тұрып, немесе слайд болып тұрады. Енді ары қарай кетейік. Енді мына жерде слайд үстіне апарсақ, мына жерде дублировать слайд деп екінші беттегіне осылай көрсететін болады. Сіз алдыңызда бірінші бет болса, екінші стенаға баратын сөзіңіз мынау болады. Яғни екінші слайдты бізге өзгерту керек. Бұл слайдты біз негізінде дайын слайд алып қойсаңыз, осы бізге қажет болады. Бастапқы үшеуін алып қоя салайын. Бірінші gamification деген алғандықтан біз мына жерге мағлұматты суреттің артына өзінің суретін қояйық. Мына жерге үлкен әріппен қойғанды қалап тұрған жоқпын. Енді давайте бұл жерге алып тастайық. Мына жаққа қоймын. Көп сөз алмай-ақ қояйық, бірақ сөз алмайық. Кейін ойын туралы қысқаша мағлұмат береміз. Енді gamification деген тақырыпқа қалдыра берейік. Давайте бұны түсініп өтейік. Қызыл түс болғанын көреміз. Немесе мына жерде плюсты басып қант қызылдалады. И бұны біз еще размерін чуть былай қысқартады. Өзгертіп көрейін. Қайсымыз болады. Және жазуларды ортаға сырғытуға болады. Нүктелерін қою арқылы. Енді суретті өзгертейік. Суретке давайте суретке біз қояйық game дегенге байланысты. Нормальный сурет жоқ. Давайте мына жерде онда қағып деп қоймыз. Өзімізден көрейін. Так, оны көрейін. Давайте добавок. Delete это. И нам чуть размерим. Gamification. Посмотрим. Надо удалить, чтобы ему постарше было. Был смысле. Лайк. Нажимаем. Больше нам рассказываем. Келесін жасаймыз енді. Келесі бізде болсын. Так, осыны салайық. Қандай түрін қолданады деген сияқты жерде осыны қояйық. Енді бұны вазаны осылай қояйық. Оны удалить етейік.
қойып ортаға сөзіміз қояйық. Өшіріп ставить етейік. Так, оның да размерін көтейік. Бөлек етейік. Так, мынаны бұлай көтейік болады екен. Так, мынаны да бөлейік. Бұл жерде басқа ештеңе қоймай қояйық артық. Келесі удалить жіберу. Мынаны крестикті басып удалить жіберу. Так, мына жерде жаңа жасағанбыз. Қайтадан жасай салайық. Delete. Мынаны delete. Жерде сөзімізді қайтадан копировать. Ставить. Және тақырыбын бізде ойын қандай түрлері бар, яғни қандай қолдануға болады. Мышқаның оң жағын басып ставить етуге болады, немесе басып мынаны басып қоюға болады екен. Так, енді оның размерін басып қояды. Мынаны бұрышынан тарту арқылы мынаны удалить. Бұрышынан тарту арқылы көтейік. Так, осы болады. Жаңағы çalışтыруға болады қазір. Ладно, осылай қалсын. Келесі слайдты жасайық енді. Келесі слайд бізде Classcraft-та жасалайық. Мына жерде слайдпен қояйық. Выделить еттік. Bakımda. Так, Minecraft нажимается. Classcraft разворачиваем кидаем. Поставим. Фиксируем. Classcraft равно береміз. Так, удалить, ставить. Және де мына бізге Classcraft фотосын қойып көрейік. Қоймайды. Имеджбен алайық. Енді Classcraft-ты былай жазып көрейік, шығайын екен. Classcraft search. Так, жоғатын. Мына жерде өзіміз кімін алатын боламыз. Осы Google Search-тен бақ. Так, жоқ. Бұл жерде менің заттарымнан кейін. Так, өзім скачать етіп алдым. Қазір талғалап. Мінекей. Так, қойылып жатыр екен. Мінекей, астына түсірейік. Classcraft сойтын. Так, осылай көрсетіп. Онда артын қайық. Осылай көрсетіп. Так, болды. Осылай үстіп слайдтарды қоса беруге болады. Келесіні Classcraft-тан класс Dojo деп өзгертемін. Dojo. Енді класс Dojo туралы мәліметтер. Осыны қоямыз. Class Dojo. Class Dojo. Бәрі мүмкін. Және оны жүр. Қойсақ болады екен. Енді осылай жалғастырып кете беруге болады. Өз фантазияларымызға байланысты. Енді тақырып қояйық. Gamification деген тақырып. Енді барлығы өстіп жасалынып біткеннен кейін
Мына жерде save дейміз. Так, атын не деп қоямыз? Давайте өзіміздің атымызды жазып қояйық. Private деген жұрттың бәрі көре алатын, ашық, сондай save деп сақтаймыз. Және де немесе share дегеніміз бөлісу. Яғни email арқылы, может неше түрлі әлеуметтік желілер арқылы. Ал link дегеніміз копировать ссылку, яғни сілтемесін көшіріп қойып, біз мына жақта бір браузерге қойып ашып көрейік, қалай көрінеді екен. Осылай. Трейдер школада жүргенде три болады, және осы жерде слайдымыз қалай жасалған, соны әр бөлмеден осылай көрсететін болады. Кастылды осылай. Негізінде көп қылған сайын көп экскурсияда жүргенде боламыз. Осылай share деп өздеріңіз басқа да құрған жерге бөлісе аласыздар. Немесе бұны download деп скачать етіп жүктеп алуларыңызға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін, осылай 3D слайд жасап көріңіздер.